Ғұлама айтады, кім пайғамбар алейхиссаламға салауат айтса дейді, сіздің дауысыңыз пайғамбар алейхиссаламға естіріледі деп келеді. Екінші бір несі жолында пайғамбар алейхиссаламға сіздің жүзіңіз көрсетіледі дейді оны. Аллахумма солли аля саййидина Мұхаммад деп салауат айтсаңыз, пайғамбар алейхиссалам сіздің дауысыңызды естиді екен, және сіздің жүзіңіз пайғамбарға көрсетіледі дейді. Ертең мақшарда пайғамбар сізді жақсы таниды. Өйткені сіз осы тірі кезіңізде пайғамбар көп салауат айтқан адамсыз. Бауырлар, сол үшін тірі кезімізде сараң болмайық. Сараңды пайғамбар алейхиссалам сұраған кезде, сараң деген дүниеге байланысты айтамыз ғой. Бірақ сараңның ең сараңы менің атым есім аталған кезде маған салауат айтпағандарыңыз дейді. Сараңның ең сараңы менің атым есім аталған кезде маған салауат айтпағандарыңыз дейді.